Сәлем. Сәлем. Сіздер мен Орынхан. Айсәуле. Мен жұбайым. Біз келіп қалдық махаббат круизға. Сол, бастайық. Сұрақтарға жауап. Қалай және қай жерде таныстыңдар дейді. 2016-да. Мен Академия Вильнюспен магистратураның бірінші курсында Латвияға оқуға барғам. Достарыммен 4 бала болып. Сол кезде Латвияға бардық. Мүлдем таныс емес ел, барлық бөлек. Сол жерде Айсәулені тауып алдық. Кішкентай қалада ма? Иә, қызық болды. Негізі біз сол жаққа барғанда, бармай тұрып, Талғат деген досым бар, жақын досым. Бірге бардық. Ол өте пысық жігіт. Сол кезде Латвияда кім бар деп бірден іздестірді, сұрастырды. Сосын Меруерт деген. Апай болды, иә. Докторатура қойды. Сені тауып алды. Монғолияның қазақ қызы Айсәуле деген бар деп. Иә, сондай жаңалық болды бізге. Соны бара салып, сол келген күні, ертең таныстық. 2016 жылы ноябрьда примерно. Иә, ноябрь. Орынханды алғаш көргендегі әсерің дейді. Мен примерно осындай сұрақ болатынын білген бағана. Ойладым да сол кезге, сол күнгі. Сол жаңағы маған есеме жазды, біз осылай осылай келеміз, ертең келеміз, Резекне деген қалада оқып жатқанбыз. Деп сосын деп мен сосын кейін олар түнде келіп та қазір бәріміз бірге неде жатақханада тұратынбыз ғой, этаж. Олар астыңғы этажда екен, маған этаждың нөмірін жазып жүрді. Талғат деген дос баласымен WhatsApp-та жазып жатыр. Сосын осындай бөлмедеміз, кел деп сөйтті. Таңертең ерте болатын, қыс күні. Сосын былай бөлмеге кіріп барсам, диванда жоқ төсектің үстіне гитара шертіп отыр екен, сондай. Маған есімін айтты, Орынхан деп, бұрын ондай есім естімеген ғой. Бір түрлі былай бір как вниманиені тартты да есім. И сосын былай түріне қарадым, яндай бір шынымен бір бөлек адамдай солай көрінді де. Ол кезде ондай ешқандай ой болған жоқ. Бізде андай аға қарындас деген менің енді тәрбиемде қатты неде, мен сіз деп айтамын, мысалы жолдасыма. Сондықтан жаңағы басынан сондай аға қарындас ретінде бір қалыптасқан, сондай көзбен қарадым ба, андай артық бір ешқандай бір вау деген эффект емес, просто бір ерекше адам, сондай бір күй келді маған. Андай түкпірде гитара ойнап отырсыз. Сонда ешқандай бөлме сондай қараңғылау болатын. Есімде емес десең. Есімде емес пе? Қалжың есімде. Тойға дейін қанша уақыт сөйлестіңдер? Қызық. Қызық. Біз тойға дейін мүлдем қыз-жігіт болып жүрмедік. Сол 2016-да таныстық. 2 ай Латвияда оқыдық. 2 ай болдық. Біз 2 ай болдық, сен жарты жыл болдың. Соны қоштастық. Біз Қазақстанға кеттік. Ол сол кезде Турцияда оқыдық. Болу деген қалада. Болуда оқыдың не сен? Сол Болуға кетті, біз былай кеттік. Сонымен қоштастық. Сол 3 жыл өтті ғой сол. 2,5 жыл. Иә, сол кездесуден кейін 3 жыл өтті. Енді былай қойын, сіз біз хабарласатынбыз, жоқ, иә, хабарласатынбыз әрине. Ол сол кезде скайп. Жоқ, WhatsApp. WhatsApp-пен. Иә, WhatsApp-пен. Арасында біз сөйлесіп тұратынбыз, бірақ андай бір сезімді көрсетпедім басында. Ұялып. Соңғы жылдары көбірек айта бастадым. Бірақ ол сенбеді. Кел деп шақырдым. Sen күннің бір күні 8 август, тамыздың 8-і келді. Сразу үйленіп кеттік қой, короче. Бірден үйленіп кеттік. Сондай қызықтар болған. Орынхан алғаш сезімін білдіргенде қандай әсерде болдың дейді. Сенбедім, честно, себебі енді былай симпатичный, енді былай келбетті жігіт қой, ішкі дүниесінен бөлек жаңағы сыртқы келбеті де. Соған байланысты қыздар көп та, араласатын, жаңағы ұнататын, білетінмін азып. Сондықтан енді ойладым, сол қыздардың біреу деп жаңағы, солардың как біреуі сондай бір қатты бір
шын есімен айтып тұрған жоқ шығар деп сондай сенбеушілік болды. Алғашқы сезімін білдірген. И еще таң қалдым жаңағы шын ба, шынымен ба, қалай. Неме сөйтіп сұрайтынсың, қойшы деп. Себебі біз жаңағы неде Фатимада 2 ай жүргенде как аға қарындас ретінде араластық та. Төртене де әлі аға деп айтамын қалғандарына. Айбек аға деп, Орынхан аға деп сөйтіп айтатын. Сондықтан жаңағы қатты сол нәрсеге сеніп қалғанын ба, андай сезім білдіргенде сенбеумен қатар таңғалу болды. Шын ба деп. Күшті ғой дегенде сезім болды бір жағынан. Вау! Түсінікті. Қабылдаймыз жауапты. Айсәуленің қандай қасиеті сені баурап алды? Ой, ондай қасиеттер көп. Оқып жүргенде де өте ашық, шынайы, жасырыны жоқ. Ұнаған затын ұнат деп айтады. Тік, қайсар мінезде болды. Өзінің нәзіктігі де көп, негізі сондай бір сезім емес. Бірнеше сондай бір өзінің қылықтары, жүрегіме тиді. Қазір сіз сол кезде айтып жатсыз. Қазір де сол қалды ғой. Ол өзгермеді, сол қалпында. Сол қалпында қалдым деп ойлаймын. Маған қалжыңдайсыз ғой, сол кезде трейлер болыпты ғой деп. Иә, ол кезде басқа болған кішкене. Иә, мен сөйтіп қалжың айтсам, сол кезде маған трейлер көрсетсің ғой деп. Иә. Орынханның репертуарындағы сүйікті әнің дейді. Негізі мен үшін ең былай ерекше ыстық әні ол «Менімен бол». Себебі мен алғаш сол әнді жаңағы айтты да, өзі емес, дос айтты, что бұл ән саған арнаған деп. Біз ол кезде мынандай қыз жігіт болып жүрмейтінбіз. Мен сол өйтіп айтқаннан кейін барып ол кісінің сеніміне былай сене бастадым да. Шын сияқты ғой деген сияқты. Иә, ыстық ән сол. Енді былай жаңағы сөзі ретінде, музыкасы ретінде солай қай кезде де былай тыңдаса маған сондай өте бір күшті былай мақтанып, қандай керемет ән деп сөйтіп айтатын, ол ойымдама. Ол әнді былай тыңдаған сайын қалай осындай адам, қалай мынандай ән жазуға болады деп солай бір ғылым ол ән сыйлай мен үшін. Неге етіп айтпайды? Сөйле сенің адамың екенін бірден түсіндің бе? Жоқ. Бірден түсінбедім. Уақыт өте келе. Басында шынымен аға қарындас болып жүрдік. Сөйлесіп, қалжыңдасып, бірақ сондай бір ойлар болды, себебі ол мүлдем басқа мемлекетте, мен басқа мемлекетте бір келмейтін сияқты болды да. Сол бұл ара қашықтық, бұл қалай болады? Мен Қазақстанға кетем, ол түсінікті, ол ар жақ Түркияға кетеді оқуға деген сияқты. Сондай бір болады ғой, тоқтаулар, бөгеттер сияқты. Бірақ та шынымен ондай ешқандай бөгет жоқ екен. Уақыт өте келе ақырындап сөйлесіп, гүлденіп, ашылып түсіндім. Иә, еще жаңағы Әлі күнге дейін үйреніп жатырмын. Әлі кішкене. Уже 5 жыл үйленгенімізге уже 5 жыл болады. Үйленгенімізге бәрібір де. Ол қызық қой. Бізде бірден қыз жігіт болып жүрмедік те, бірден мен достарым таң қалды сол кезде. Мен енді үйлендік, келген кезде бірден 8-і, тамыздың 8-і келді. Біз алып қаштым деп айтсам болады, иә. Содан кейін келесі күндері қалаға шығып, достармен таныстырған қызы менің әйелім дегенде түсінбейді, шок бәрі. Қалай деп. Кеше ғана бойдақшы қызың да болмады ғой сенің, қалай деп сөйтіп шок болған. Қалжыңдайтынмын мен алғашқы жылдары, что біз әлі қыз жігітпіз деп. Тағы бір қызық жайт, біз осы заңды түрде үйленгенімізге 1 жыл болады, иә? Біз 4 жыл бойы заңды некеге тұрмадық, себебі өзі бір қисыны келмей қойды. Біз үйлене салған кезде менде азаматтық болмады, мен Моңғолияның азаматы болатын ол кезде. И сондықтан бір құжаттар керек болды, анау-мынау короче сөйтіп ұзады. Одан карантин болып кетті да, соғалып қалды. Уже бірінші баламыз туды. Соны қалжыңдайтын маған, мен әлі сені тексеріп жүрмін деп. Сіздің сол биыл екінші баламыз туғаннан кейін уже ұялдық, қой болмайды екен деп. Оны өзің күттік қой біраз. Иә.
сол кезде мен қалжың айтамын, что біз әлі қыз бен жігітпіз деп сөйтсе болмай жүрмедік деп. бір күн тапсырып қойдық, бір ай өтіп кетті, оны ұмытып кеттік. Иә, алуды ұмытып кеттік қой. Иә, барып алуды ұмытып кеттік. Иә. Сосын жаңа нені айта кеткім келіп отыр да, мен сенбеген бір себебім, негізі адам мынандай қорыққан затынан, білмейтін затына сенбейді дейді ғой. Сезіміңізге сенбеген себебім ше. Мен әпкем бар, Түркияда жақын, сол кісіге солай айттым да, осындай кісі бар, сөйтіп араласып жүрік дегенде, ол кісі айтты маған, не басқа дәстүр, енді жаңағы басқа елдің қазағы кішкене қиындау болады. Мен ойлап айтты да, солай болған кейін мен былай білмеймін ғой, енді ол бұл жақта қалай, мысалы бұл кісінің отбасы қалай, қандай тәрбиеде өсті деген білмегендіктен мен кішкене қорықтым да. Мен ойлаймын, сол менің қорқынышым ана сенімімнің алдын жауып қалды да, бұл кісінің сезіміне деген сенім. И сол қорқыныштың артына тығылып солай жүргенмін ғой. Қалай болады. И енді қазір біз уже бірге тұрып жатқанымызға 5 жыл болды. Почти ешқандай бір айырмашылық жоқ менің жаңағы өскен ортам, көрген тәрбиемнен. Сол жағынан өзіме қатты былай қуанамын, и менің отбасым да қуанады да. Осындай жаңағы сондай күшті бір отбасыға кезіккеніме. Себебі бізде Монғолияның қазақтарында бұл жақтың местный қазақтар деп айтады. Кішкене қорқады да ол кісілерден, андай жия ажырасып кетеді деген сондай әңгімелері бар да. Сондықтан сонда местный қазақтарға қыздарын беруге сондай кішкене тартынады. Сол себепті кішкене мен қорықтым да, басында қалай болады деп. Қазір жаңағы бәрі ондай емес екені ол белгілі ғой. Орынханның ең алғаш жарық көрген әні ол менімен бол. Біз үйленген Ленерден бұрын просто MP3 ретінде шықты. И біз 2019-дың декабрь қашан шықты? Клибі. Біз үйленгеннен кейін шықты ғой клибі. Солай ма? Иә. Оған дейін емес па? Клибін біз үйленбей тұрып түсірдіңіздер сіздер жазда. Июньда ма түсірдіңіздер? И сосын біз үйленгеннен кейін монтаж бәрі бітті. Сосын үйге әкеліп көрсетіп едіңіз ғой, осы шықты деп. Иә, менімен бол. Күшті кездер. Бірақ анау не есіме түсіп кете берді, біз Латвияда жүргенде ән айтатынсыз. Күшті бірге ән айтатынбыз даже, иә, кей кездері. Ол кезде өзіммен гитарамды алып алып. Сол бір күшті момент, күшті естеліктер былай. Кішкентай қала Латвияда істейтін нәрсе жоқ. Дүкендер, не жоқ. Даже кішкентай қала. хордың қызығын айтсам. Иә. Бір моментта бүкіл қаланы аралап шығуға болады шығар. Сондай кішкентай қалада. Дұрыс болыпты өзіммен гитарамды алып алған. Сол кезде ән жазып, басқа бір әндер, Латвия тілінде де бір ән жаттап, сондай кездер болған. Мен сол Латвияның университет, Резекне технологиялық университет, сол жерде хордың үйірмесі болған, сол Айсөле айтқан болған. Сол бұл жарты жыл бұрын келіп қойған ғой, бұл әрін біледі, қай жерде не бар, кім қайда тұрады, барлығын біледі. Сөйтіп айтты, осындай осы жерде музыканың үйірмесі бар. Хор барыңыз келсе, бірге барайық деп. Сен сол кезде сол жерде айттың ба? Иә, мен барып жүрдім, наверное. Сон бірге барып жүрдік екеміз. Хорға барып. Қар жауып тұрады, кетеміз. Латышша ән айтып. Қызық болатын. Әлгі суретіміз бар. Видео бар. Күшті хор қатты ұнайды. Сол жердегі барып қайту керек бір күн. Бір күшті естеліктердің біреуі, иә, біз үшін. Иә, бірге қыста, күн суықта екеуміз барамыз. Қар жауып тұрады. Академия хорға сол жерде ән айтып қайтамыз. Алып қашуға не итермеледі дейді. Және қысқаша қалай болғанын айтып берсең. Вау, бұл миссия. Уже жалқыт. Иә, бұл үлкен бір проект. Иә, біз сөйлесіп жүрдік. Шыны керек, сол 3 жылдай сөйлесіп жүрдік. 19-шы жылда, 19-шы жыл, иә? Иә. Оқуды бітіретін болды. Бітіріп қойған бұл жыл. 2018-де бітірін бір жыл жұмыс істедім. Иә, сосын неге келем деді. Үйге барам деп айтты. Көп жыл болды, үйге бармадым, Монғолияға барам. Сол кезде Қазақстан арқылы барам деді. Жақсы болды, біз барымыз, күтіп аламыз. Ондай алып қашатын ой болмады, негізі ең басында тәуекел деп ағаларымды ертіп алып Монғолияға барам деген ой болды. Өзіне де айтқам.
оған өзіне айтпадым. Маған Сен ол да кезде әңгіме білмедің. болмады, иә. Сондай ой болды. Бірақ енді біз мүлдем қыз жігіт болып жүрмедік. Мүлдем біртүрлі болатын шығар. Сосын алыс жері болғаннан кейін соған кішкене қорқақтадым. Жоқ деп айтса қалай Иә, болады? жоқ деп айтса. Енді маған жоқ демейтін шығар. Иә, ол Қазақстанға арқылы келем, Монғолияға кетем деді. Бірақ Астана арқылы ұшты, ең басында келгенде. Сосын қайтарда Алматы арқылы ұшам деді. Сөйтіп, сол Монғолияда болғанда да бір сөйлесіп жүрдік. Қалай не істеп жүрсің деп. Ақырындап менің достарым бар. Бірге сол Латвияда оқыған Талғат, Айбек. Сәлем. Көрсеңдер. Сәлем. Нурик аға бар. Нурик бар. Нурик енді жай осыдан бірге оқыдық, бірақ ол ана алып қашу операциясына ешқандай қатысы жоқ. Сол Айбек пен Талғат үшеуміз отырып осы планды ұйымдастырдық. Қалай болады, не істейміз деген сияқты. Ол демалысын бітіреді, Алматыға келеді. Алматыға келгенде солай үйге алып келемін. Алдап солай. Неге айтып отырмын бұның бәрін? Cancel болып кетпесіңдер деп. Сол негізі не? Иә, мен сөйтіп жалғыз бітірейін. Үйге келді, апам мен таныстырдым. Сосын айттым, келін келді деп. Ол білмеді, ештеңе білмеді. Сосын апа бірден орамалын тартушы болды. Бірақ сөйтіп сөйлестік, айттым. Мен үшін бір үлкен мүмкіндіктің бірі болды. Себебі ертең ол ары қарай Түркияға кетеді. Мүлдем өмірін сол жақта жалғастырмақшы болды. Жұмыс істеп, сосын бұл шанс деді ойладым да. Последний шанс. Иә. Енді официально бұл алып қашу болды, бірақ негізі сөйлесіп, сол жерде келісіп, Иә, конечно. айтылған, қабылданған шешімнің бірі ғой. Көбінде осы әңгіме ғана естеді ғой. Менің сырымды айта кетейінші. Жаңағы негізі бұл былай алып қашу болғанымен, саған мен бұл жерде бұл дұрыс шешім болды да, негізі шынымен де. Жаңа қыз баласы болғаннан кейін бір жерге тұрақтану керек, все равно ойлайсың, жұмыс анау мынау. Оның бәрін бір жаққа қойғанда, мен бұл жерде бір кісі менен сұрады да, сен Орынханды жақсы көресің ба деп. Конечно, мен ол жақсы көрмесем, мен қалмаушы едім да, анау мынау. Мені жақсы көретін болғаннан кейін, ол кісімен бақытты болатын болғаннан кейін келістім да. Тек бұл жерде алып қашу деп айтатыны мен білмедім да басында. Мен ол кісіге айтамын да, сіз маған былай бүйтпей айтсаңыз да мен келісуші едім ғой десем, мен саған айттым ғой, сен келіспей қойдың ғой дейді да. Жаңағы келіспеген себебі мен сол Орынханға деген енді соңғы уақыттарда күмәнім қалмады, просто менің алдымда әпкем болды да. Сондықтан мен иә үйленейік дегенге иә деп айта алмадым. Негізі қазір мысалға мен ойлап отырсам өте дұрыс шешім болды. Егер шынымен де мен ол кезде кетсем, одан кейін қиын болушы еді. Біздің қайта басымыздың қосылуы. Бұндай момент өзі келіп тұр. Иә. Ол негізі бір андай бір бүйтіп ойбайлатып, салып, мені бір жылатып, ондай ештеңе болған жоқ. Кәдімгідей адам, біз мысалға мен апаға да, жалпы туыстарымызға да сол жерде болған қатты рахмет айтам. Андай бір травматический ештеңе болмады. Біз тыныш отырып, как үлкен адамдардай сөйлесіп, ақылға салып сөйлесіп, солай шештік. Енді әйтпесе, иә, ешкім бір зорлап, не істеген ондай еш нәрсе болған жоқ. Көбісі таңғалады. Иә, бұл жерде тек жаңағы алып қашу деп айтатын себебіміз менің білмегендігім басында да, ол нәрсе. Ол келді, кездестік, айттым осындай ойым бар, үйленейік. Иә болса, онда қаласың болды, осындай болып қаласың. Бірақ бір сұрауы болды, иә, болғаннан кейін Түркияға барып келейікші деді. Иә. Жоқ, ол неден кейін ғой. Иә, андай бір не болған жоқ, ешқандай бір мені бір күштеп, былай бір мені жылатып, даже ештеңе болған жоқ. Спокойно отырып, адамша сөйлесіп, солай. Негізі сол кезде кішкене жаңағы күтпеген жаңалық болғанымен, жалпы сенің біз бақыттымыз. Иә, шүкір, ешқандай бір өте дұрыс шешім болған. Ерлік бір шешім керек болды. Иә. Иә, жоқ болды. Иә, мен өзіне де айтқам, что хорошо, что сіз сол кезде солай шешім қабылдадыңыз, әйтпесе біз жүруші едік әлі екі жақта деп. Бұның да ерлігін мен өзім таңғаламын. Мен өзім солай айтсам, өзім де бір тұрып қалатын шығармын.
басқа мемлекетке келіп шынымен ерлік Ой, мәселелерінде ерлігі шешім қабылдап қыз жігіт болып жүрмей бірден отбасылық өмірді бастау қиын болған жоқ па дейді. Қиын болды. Шынымен де қиын болды. андай не жағынан қиын болды ғой, андай тіл жағынан кішкене қиын болды. және Адаптация кішкене қиын болды мен үшін. басқа жер болғаннан кейін мен басында түсінбейді. Бүкіл жерге барады, қазақша сөйлейді, бәрі орысша жауап береді. Ол орысша ештеңе білмейді. Привет, пока дегеннен басқа ештеңе білмейді басында. Сол кезде таң қалатын және сондай бір ішінде бір неге бұл Ашу. неге сіздер сондай бір әлі күнге дейін сондай несі бар. Неге қазақша сөйлемейсіздер Ұлтшыл деген болып сияқты. кетемін, иә. Ұлтшыл, иә, кішкене сол жағы бар. Қатты оған қазақ болып отырып барлықтарын орысша сөйлейсіңдер, қалай ол деп сондай бір несі бар. Енді ол тақырып үлкен, бүйтіп ашылсақ ол Иә, бүйтіп кетеді менде. Иә. Жаңағы ол тақырыпта шынымен де өзімді ұлтшылмын деп айтамын, мойындаймын. Енді бұл дұрыс па теріс па оны да білмеймін, бірақ кішкене мен үшін сондай ашуым келетін сондай тема. Алғашқы жылдар сол болды. Еще жаңағы менің кішкене есімде қиналғаным, жаңағы біз бір-бірімізді енді тоқтай танымадық қой. Бір 20% қана білдік бір-бірімізді. Арғы проценттер деп бастаған кезде жаңағы кей жақтары ұнамай қалады, менің кей жақтарым оған ұнамай қалады деген сияқты. Еще жаңағы тұрмыстық өмір бар, ол бір бөлек әлем. Сондай енді оңай болды деп айта алмаймын, бірақ тфа-тфа біз қызық сияқты. иә барлығын солай сөйлесіп, әлі солай не істеп келе жатырмыз. Жолға салуға тырысып. Айсөле Көркем атты тақия жасайтын кәсібін қашан ашты? Және қашаннан бастап қолыңызға қызығады? Вообще ол туралы сұрақ күтпедім. Неге? Білмеймін. Көркем деген аты осы Ол жақында ғана көп болды ғой. күзде болды примерно. Оның алдында неше түрлі ат болды ғой. Иә, екінші баламыз дүниеге келген кезде ғой. Оған дейін қалай болды? Тақия бір нәрсе, неше нәрсе. Иә. Көп өзгерді. Аттары басқа болды, көп болды. Біздің қызымның есімі Көркем. Өзім қойдым. Көркем деп. Ұлымның есімі Кемел. Оны өзім қойдым. Иә, ондай есімді қоюдың өзі бір қызық. Бір 9 ай құрсағында көтеріп, үнемі жанында жүріп, сөйлесіп, сөйтіп жүрдік. Бір ат дайындап қойдық та, иә? Иә, тізімдер болды. Иә, тізімдеп қойдық. Бірақ Кемел деген есім болмады ғой бізде. Иә. Дүниеге келгенде, документтер толтырған кезде, есімдер маған толықтай қанағат болмады да. Бір отырдым да, мен өзімнен бір сұрадым, білмеймін қалай болды. Бір әндерім жазылатын сияқты, сондай бір Кемел деген есім келді да. Сол кезде сондай болады екен шынымен. Менде солай болды. Екі баламның есімін де сөйтіп қойдым. Туғаннан кейін, иә? Иә, туғаннан кейін. Оған дейін бір ойлап жүрдім, уайымда жүрдім, қалай болады ол есім, ол адам. Даже бірінші аты Әлем деп маған жазып жүрді да, мен сол перзентханада жатқанда есімін сұрап жатыр, кім деп айтайын деп сөйткенде Әлем деп қойсақ қалай деп сөйтті. Мен не, окей, жақсы, Әлем. Даже бір досыма солай сұрағанда Әлем деп жазып жүрген ғой, сосын біраз уақыттан кейін Кемел, давай Кемел деп қояйық. Маған ол вообще ұнады, сосын ойбай, жақсы деп. Сондай қызықтар болды. Көркем бұл қашан ашты? Сұрақ қандай болды? Сұрақтың сыртында басқа жаққа кетіп қалды. 2 жыл болып қойды ма? 1 жарым. 2 жыл болды. Екіден де көп болды. 2,5 жыл болды, наверное. Кемел аяғын баспаған еді ғой. Бұл қолөнерге негізі жоқ етін. Мүлдем. Иә, вообще тігін машина ұстап көрмеген адам. Иә, Айса мүлдем басқа саладан. Мен шығармашылықта болсам, мүлдем сол қатысым жоқ шығармашылыққа. Техникаға көбіне сондай жаққа. Кітап оқу, оның несі, жұмысы, хобби сондай болатын. Сосын ақырындап қалай болды? Сен өзің бір жерден көріп алдың. Мен сіз айтыңыз, давай, сіз қаншақты білесіз. Соны білу үшін сұрап отырған. Иә, сен, Еларна, мен балдың әпкесіне келіп, маған тақия тігіп берші деп айтқан. Осындай тігу жолы бар екен деп сөйтіп өздері көріп, өздері тігіп алып, сөйтіп басталды ғой. Үйде отырып, менің апам негізі, нағашы апам тігінші. Көп жыл өмір бойы. Құдайдың берген. Иә. Несі? Тігінмен айналысқан, балаларын баққан, асыраған. Үйде тігін машинасы бар. Сол тігін машинасынан ападан қарап, сұрап, сөйтіп ең алғашқы тақиясын сонымен
екен. Сосын ақырындап мен өзім андай шығармашылық адам болғаннан кейін бір жаңа заттарды өте қатты қызықтырады мені. Сосын мен де өзім бұның тігістеріне көрдім да, мен кішкене перфекционизм менде бар да. Білмеймін, мүсінмен айналысқаннан кейін ба, затты түзу заттарды суретші болғаннан кейін түзу болу керек, ол симметрия болу керек, сондай бір өзінің заңдылықтары бар. Енді оқығаннан кейін мида қалып қалған шығар. Содан кейін кішкене көрдім да. Әкелгені. Кішкене ойладым, кішкене қисықтау, кішкене андай жерлері бар. Блин, бұны кішкене әдемірек жасауға болады ғой дедім да. Сөйтіп, мен де тіктім. Көп затты негізі сізден үйрендім ғой. Мына ұқсап тігесің деп көрсетеді маған. Мына ұқсап тіксең әдемі шығады деп. Мен сосын кейін көп затты негізі сіз үйреттіңіз ғой. Мен өзім де сол жерден үйрендім ғой. Мен мысалы үйреніп, жаңа затты ашып, үйреніп, зерттеп, ойлағанды ұнатамын. Білмеймін, сол мүсіншілерді сөйтіп үйретеді ғой деймін. Шабыт алып та жаңа заттарды. Шабыттан бұрын андай профессионалдық бір ауру бар шығар. Бір қалай істелінеді, бұл неден жасалады, қандай материалдан істелінеді, бұны адам жасады ғой, бұны қалай жасады деген сияқты. Сол сияқты бұл тігінді де сөйтіп үйреніп кеттік. Сол бірге алып жүрміз. Негізі бүкіл тақияларының, көрпелерінің өзі тігіп, қазір жақсы тігеді. Ой, рахмет. Күшті машинасы бар. Почти тігінші болып қалды дейсіз ба? Қиналғанда маған айтады, мен құтқарушы, бүкіл заттарын тастаймын да, заказдарды жасап, екенін тігіп отырамын. Сондықтан егер де тақия көрсеңіздер, көрпе көрсеңіздер, менің де үлесім бар. Көп рахмет үшін енді ол неде вообще өзінде мыңғырық жұмысы бар. Соның бәрін бүйтіп ысырып қояды, әкел бері деп көмектесіп жүреді. Әйтпесе мен шынымен де сіз болмағанда ол қиналып, жеңіл жолын іздеген ұнатам. Әрқайсысын жеке кесіп отырғанда мен аламын да 5-6 қосамын да, кесе салам, бір кесе салам. Сондай. Бізге прям Американы ашқандай болады ғой. Былай істесеңдерші деп айтамын ғой. Келемін де. Не ғой? Деп ана мен бар ғой. Мейчик. Былай. Деп сөйтіп келемін. Бұлар отырады, бір апта жасаған затты мен бір күнде жасап шығамын. Ол 100% шындық. Орынханға поставкада неге өз дауыс өзіне ұнамады дейді. Ол туралы білмейді екенсіз, өз дауыс өзіне ұнамағанын. Просто бір алғаш не істеп жүрген кезде мынандай бір сұрайды, что мен жаңағы негізі ешқандай менің музыка туралы қатты бір еңбек бэкграунд дейді ғой, жаңағы нем жоқ қой деп жаңағы кішкене сондай бір сұрақтар болатын, бірақ бір өзіне ұнамаған туралы мен мына жерден естіп отырмын өз дауысыңыз. Бір интервьюда айтқан шығармын. Мен білмеймін енді ол туралы. Оны білмейді екенмін, өз дауыс өзім ұнамаған туралы. Так, енді қазір андай ешкімге ұқсамайтын сондай дауыс қой. Ол кезде андай мен мектептен бастап ән айтып жүрдім. Ол кезде андай музыкалық білім жоқ. Менің дауысым қандай, қаншалықты екенін түсінбедім, білмедім. Және де сол кездегі танымал әндерді айтып жүрдім да. Ол әндер кішкене не, мысалы әншілері тенор болса, мен даусым кішкене баритон. Мен төменгі ноталарды жақсырақ аламын, айта аламын. Сонда мен өзімнің әндерімді емес, басқа біреулердің әндерін айтып жүрмін. Сол кезде сондай бір ыңғайсыз болады. Қиналып айтатын, тамағым ауырып, сондай кездер болды. Сосын ақырындап түсіндім, менің әндерім емес екен. Сол кезде айтқан кезде, өзімнің емес әндерімді айтқан кезде, сол кезде ұнамайтын. Неге, білейін деп, сондай бір күмән болып. Моменттер болды дейсіз ғой, короче. Болады негізі, кейде запись жасағанда да болады, кейде мысалы ән жазам. Ол көңіл күй ғой, эмоция. Сол кезде бір жақсы көңіл күймен келесің, сол сезіліп тұрады. Кейде бір мұңды болып қаласың. Әнді, көңілді әнді мұңды қылды жүресің. Сол кезде кейде ұнамай тұрады. Өзіңе қайтадан басқаша жазасың. Айсәуле ән айтама дейді. Бірге дуэт жазу ойларыңда жоқ па дейді. Ән айтады, айтады негізі біз Латвияда да бір-екі менде видео бар ғой деймін, видео. Инстаграмда видео бар. Екеміз айтқан. Айтады, дауысы әдемі. Өзінше бір ерекше.
әсіресе шәмші. Иә. Әсіресе иә Шәмшінің әндерін жақсы көреді. Бұл кісі ескі дәуірдегі адам. Қазіргі замандағы әндерді тыңдамайды. Сол ескі әндерді ата-апалар тыңдайтын әндерді айтып жатады. Сол үшін де менімен бол деген әнде мен қайырмасында сенің сүйген ескі әндеріңді деп жазғам. Үнемі соны мен білмейтін апалар отырыста отыратын әндер болады ғой. Сол бәрін жатқа айтып отырады, апалар айтып отырады, бірге қосылып айтып отырады. Иә, мен кішкене сондай ретро музык жақсы көремін. Иә, сондай көбіне. Бірақ сонысымен де маған қызық, ұнайды. Күшті, талғамы күшті, өзінің ерекше. Классиканы жақсы көреді. Классикалық ескі Шәмшінің әндерін, басқа Мұзар, тағы басқа. Жауабы қалып қалған. Сол заманда қалып қалған. Ерте туып қойған может. Бірге дуэт жазуға ойларың жоқ па? Ой жоқ па? Менде бар, если честно. Ну енді өз арамызда мен қалаймын. Бір өзіміздің естелік ретінде қалған енді жұртқа жария қылмасақ та. Білмеймін, енді елестетіп отырған жоқпын, қалай болады. Елестетпегеннен кейін ба? Қызық сияқты. Күлетін сияқты. Әзірге жоқ. Орынхан қандай әке және ұлдарың кімге ұқсаған дейді. Орынхан енді идеальный әке деп айта алмаймын. Мне кажется, идеальный әке жоқ, бірақ өзінің қолынан келген ештеңені бүйтіп аямайды. Мысалы қатты риза боламын. Себебі мысалы күнде таңертең, аптада 5 күн таңертең 8-де тұрып баласын садикқа апарады. Кей күндері ол 1 сағат ұйықтайды, кей күндері толық ұйықтайды, кей күндері 2 сағат ұйықтайды. Мен мысалы сонысына қатты риза боламын ше. Негізі былай қарап отырсақ, жаңағы дедек мамалар мені түсінеді, что былай болса ғой деп біз көп нәрсе армандаймыз ғой. Енді сондай жерлерде бар да, мысалға кішкене балалармен көбірек уақыт өткізе ғой, жаңағы балаларға сондай менің ойымда сондай бір не бар да, постоянно сұрақ тұрады да. Ну бірақ жаңағы күнде таңертең тұрып сол баласы үшін ұйқысын қиып сөйтіп барып кешке бүткіл жұмысын ысырып қойып баласын алып келіп жүргенін көргенде бәрі жаңағы соған да былай как рахмет деген сияқты уже қолынан келгенін істеп жатыр. Сондай әке ол. Мне кажется, жақсы әке. Енді балалардан сұрау керек оны. Ертең не деп айтатын. Бірақ мен жақсы әке. Ұлымыздың былай түстері маған ұқсаған, көзінің түсі, денесінің түсі қоңыр сондай. Ал жаңағы мына бет-келбетінде папасына ұқсайтын жақтары бар, көздері, еріндері, көздері, қастары ұқсайды, мұрындары ұқсайды. Бірақ өткенде біз бір нәрсені байқадық, ұлымның нелері, мимикалары тура папасындық сияқты екен. Кішкентай кезіндегі видеоларын көрдік, кемел ғой анау. Олай не істегенінің бәрі өзіміз күлеміз шегіміз қатты. Андай не деп айтушы еді? Қылықтары. Бізде кезінде нағашым кассетаға түсіріп алған мен кішкентай кезімдегі. 2000 жылдар, 2002 ма сондай жылдар. Мен инстаграмға да салғам, естелік рет қарап қалсам өзімше өзімнің ұлымды таныдым, кемелді таныдым. Қылықтары, ойнағандары, күлгені. Көздерін бүйткендері. Иә, көздерінен кейін қатты ұқсайды. Бірақ кейбір мінездері маған ұқсайды. Мен енді байқап жатырмын, ол уже ішке келді кішкене былай есеп қалды да. Кейбір жаңағы тез ренжіп қалатындығы, солар прям қатты маған ұқсайды. Сол тартпай қойса екен. Мінезі, наверное, сол тартпай қойса екен. Сол мінезінің маған ұқсайтын жақтарын байқап жатырмын. Папасына ұқсайтын мінезі бар. Бүгін айттық даже, бәрін өзім істеймін дейді. Енді ол мүмкін андай жасына да байланысты шығар, бірақ кішкене сондай несі бар, андай мен өзім жасаймын, не істеме, тиме деген нелер. Бәрін өзім жасаймын деген, папасы, короче, сондай кішкене мен. Қолымнан келсе бәрін өзім жасаймын, ешкімнен сұрамаймын деген несі бар. Кейде ол өзін шаршатып қойса да. Мамасы керісінше бәрін тапсырып қояды. Айсәулемен болған ең есте кетпес сәт дейді. Әр күнім десеге. Құтылып кеткен ба? Латвия шығар. Есімнен кетпейтін бір сәт бар. Сол Латвияда болғанда күн суық, желтоқсан айы, дала аяз, -30 бір нәрсе, екеуміз хордың несіне баратырмыз, дайындығына баратырмыз. Сол кезде екеуміз жатақханадан неге дейін біраз жүресің. 20-30 минут. 20-30 минут жүресің жаяу. Екеуміз жолда кетіп баратсақ,
әңгімелесіп кетіп баратырмыз, бірақ та дүкенді көрді да, мороженое жейікші дейді. Мен десем, қуасың ба дедім, қайдағы мороженое, дала суық, тоңып кетіп баратсақ, қайдағы мороженое. Жегдік қой, соның үшін немі жейтінді солай. Иә, сөйтіп барып бір жейтін бе, сөйтіп. Қазір біз сол жақта айтады екен ғой, не деп, мороженое ол суықта жейтін тәтті деп. Қаншақты шын өтірік білмеймін. Өтірік айтсам. Жарығының ән қоржынындағы қай әндер саған арналған дейді. Сұрасақ біткі, барлық ән маған арналған. Ну енді мен өзім былай байқағаным, как енді ешқандай несіз тура өзім бекеп қарайтын болсам, мен бол, дәруменім болатын. Қазір мне кажется, ол уже көбірек қызымызға арнап айтатын сияқты. Сосын кейін менен бол, дәруменім, и осы ол ән шықпады әлге. Соңғы шығарып атқан әніңіз. Сәулемайдың кейбір жерлері маған арналған. Кейбір жерлері. Сосын тағы бір ән бар. Ол әлі жарық көрмеді ғой. Иә. Иә, ол ән енді бір тура маған арналған. Примерно сонда неше болып тұр? Еще ашықпын маған арналған деп айтады. Почти махаббатқа арналған әндердің бәрі маған арналған. Короче, басқа кімге арнайды. Айсәуле аяғы ауыр екенін саған қалай және қайда айтты? Сол кезде сипаттап берсең. Біздің 2 баламыз бар, 2 естелік дейсің ғой. Ең біріншісі, мен ол кезде Астанада жұмыс істеп жүрдім, иә? Ән айтып жүрдім ол кезде, олай болдым ба? Иә, енді танысқан кездеріміз ғой. Жаз айында. 1 айдай болып қалды. Астанада. Енді кеткен. Иә, енді кеткен кезім біз сондай бір арпалыс сәт сондай кез болды. Мүсін жасап жатқан. Мүсін жасап жатқам. Ол кезде бір ескерткіштер. Астанаға ұзақ уақытқа алғашқы рет кеткен. Иә. 1 айға кеткен. Шылды санамаған да. Иә. Сол кезде Астанада жұмыс істеп жүрген кезде енді кеткен кезіме 1 айға кетіп баратым сонымен айтқан кезде. Сол кезде жаңалық келді, WhatsApp-пен айтты. Қуаныш болды. Қалайсың ба деп сол кезде. Сол жерде интернет дұрыс істемадым, сол далада болдым. Әлі есімде. Далада кезіп жүр ғой, телефон ұстап. Не болды. Сөйтіп жаңалығын айтты. Қатты қуандым. Өзі де толқып күттік өзімізде. Сене алмадым мен. Сол екіншісін біз көркемдік күтпедік. Күтпеген жаңалық болды. Үйде болдыңыз? Үйде болдық, үйде болдық ол кезде. Сол жаңалықты айтқан кезде. Қойшы деп, мен қуандым, бұл жылап жүр. Сенбей. Енді не істеп жүрген кез ғой. Жұмысқа шығып. Роддом, неден декреттен енді босап, кішкене қолы босап, кішкене карьера қылып, кішкене жұмыс, коллегалары бар. Енді қашып жүрген кезде жаңалық келеді. Жылап тұр ғой маған келіп. Көп жасынан. Не болып қалды, түсінбеймін. Күшті жаңалық қой, қуанбайсың ба керісінше. Сол, қуандық, сондай бір естеліктер. Негіз біріншісінде қиын болды, себебі біріншісінде 1 ай бұл кісі үйде болмады, менде андай токсикоз деген аздап болды, еще андай карантин кезі үйдеміз ап екеміз. Сол 1 ай кішкене мен үшін бір қиындау болды. Екіншісінде бәрі жақсы болды. Біріншісінде де жақсы болды, енді просто сол алғашқы айттым, и бұл кісі жанымда болмады. Мен 1 ай өзім жалғыз үйде былай депрессияда, короче. Апа бар, апаға білдірмеуге тырысасың, конечно. Кел деп, қашан келесіз деп мен үшін. Отбасы құрғандарыңа 5 жыл болған. Ара қатынастарында қиын кезеңдер болды ма? Болды, я. Қиын кезеңдерсіз енді, мне кажется, ондай болмайтын шығар. Енді әркімнің өз қиындығы өзі белгілейді ғой. Болды, әлі де кейде болып тұрады, енді ондай қиын болмаса да түсініспей қалатын кездеріміз, қиын кезеңдеріміз болды. Біз енді оны қолымыздан келгенше былай сөйлесіп, бір-бірімізді түсінуге жаңағы шарт не істеп істейміз. Мен Орынхан маған бір ұнайтын жағы, ол былай адамды, негізі ер адамдар былай қатты мән бермейді ғой, аса көңіл күйді байқай қоймайды ғой. Орынхан бір жаңағы таңғалатыным, өтесінде адамның көңіл күйін тез байқап қояды. Бір нәрсе ұнамай қалса, бір нәрсе не істемей қалса, ол
сразу байқап қояды, не болды деп сұрап сөйтеді. Сол маған қатты ұнайды, андай адамның, что менің сезімдерімді былай үндемей жүреді. Сөйлемейді, сол үшін жазылған. Қайтадан бәрі айтылмайын сөздігім мені қинай. Иә, кейде келем, үндемей отырады. Бұлданып. Болады ғой бір кішкене. Ауа райы басқа еді. Не болды десем, үндемейді. Әзер сұрап аласың. Мен андай ашық адамда ұнамады ма, айтамын болмаса, ішімде ұстамаймын. Сондай ренжімеймін де аса көп. Сондай не жоқ. Енді ренжісең айтсашы не болғанын деп сұраймын. Демей отырады. Неге үндемейсің десем, одан сайын үндемейді. Айтшы, бір нәрсе айтшы, бір сөз айтшы. Үндемейді. Ең басында сондай қызықтар болған. Иә, вообще. Түсінбеймін неге. Иә, ренжіп қалады, сосын ұзақ жарты күн жүреміз, соны бір үндемегеннен. Иә, мен сол мінезімді сонда қате екенін сол осы үйленгеннен кейін байқадым. Ол дұрыс емес екен олай айтпай қою деген. Но енді бірақ менің жаратылысымда, наверное, сондай бар. Мен сразу айта алмаймын. Енді үйреніп келатырмын байқасаңыз. Енді айтамын. Ол бұрынғыдай ұзақ үндемей жүріп алмаймын қазір уже. Қолымнан келгенше тезірек айтып, шешіп тастауға тырысамын. Оказывается, оның ешкімге пайдасы жоқ екен, олай үндемей жүрген қыздар. Кеңес бермеймін, айтыңдар. Айсәулені жақсы көретініңді қашан түсіндің дейді. Күнде түсінемін. Ондай сезім сондай ғой. Әр сәттерде түсінесің. Оған дейін ең алғашқысы кезең-кезеңмен түсінесің. Айсберг па? Иә, үйленбей тұрып. Маған қызық, үйленбей тұрып қай кезде түсіндіңіз? Мен ұнататыныңыз. Үйленбей тұрып, сен бір жыл сен айта бастадым ғой сол кезде сезімдерімді. Сол кезден бастап ішімде бір сондай сезім пайда болды. Ән жазып сондай, как раз менімен бол да жазыла бастады. Сондай бір сезімдер. Әр кезең өзінің. Мысалы үйленгеннен кейін де бүгін мен плейлистім сол ғой негізі. Ғашықтым бар, үйленгеннен кейін сол бір бөлек кезең. Сол өмір сондай ғой деймін. Және махаббатты ондай бір қашан түсіндім, әлі де түсінемін деп ойлаймын. Мысалы, әр өзінің уақыты бар. Ол менің әндерімнен белгілі шығар. Балалық махаббат, орта жасты махаббат деген сияқты болады. Сол сияқты біз де есейіп жатырмыз. Біздің сезімде өзімізше әртүрлі көрінеді. Біз де бір-бірімізге жаңаша ашыламыз. Әр жаста, әр өзіміздің ішіміздегі сезімдеріміз бізге де әртүрлі ашылады. Күнге дейін ашылады. Бұйыртса. Орынханды жақсы көретінді қашан түсіндің дейді. Қайталамасашы. Точно бір момент айта алмайды екен, мен сол кезде жақсы көремін деп. Жаңағы айтып отырмын ғой, мен алғаш көргеннен бастап, мне кажется, маған сол кезде уже маған ұнады, былай адам ретінде, сырт келбеті. Мне кажется, анау бір мен сырт келбетіне қарамаймын деген ол өтірік әңгіме. Любой сырт келбетіне қарайды. И сонда алғаш көргенде маған сырт келбеті ұнады. Сондай прям ерекше. Сондай ой болды. Сол кезден бастап ол жаңағы сол сезіммен ойланам ғой қазір. Сол кезден бастап сол сезім былай жаңағы менде жинала берген ғой. Сосын жаңағы біз алысқа кеттік. Ол кезде одан кейін ол кісі маған сезімін айта бастады. Соны ойлана бастайсың. Одан жаңағы сөйтіп саған ән арнаны деп айтқан кезде бір толқын болады. Жаңағы сезім бүйтіп. Мне кажется, былай ұлғая беретін зат сияқты да. И мысалға менде де дәл сондай. Мысалға қазіргі күннің өзінде мысалға ол сезімнің былай неше түрлі жағынан көресің. 3D сияқты мына жағын көресің, мына жағын көресің. Бір нәрсеге қуанамын, осылай өтіп жатқан жылдар біздің арамыздағы сезімді былай жақсы дәм тұз болып солай өшірмей, наоборот былай өсіріп жатқандығы сол нәрсеге мен қатты былай қуанамын. Что былай бәрі бізде былай бүйтіп күшті емес біздің махаббатымызда. Кейде бір-бірімізге ренжиміз, кейде бір-бірімізді жаңағы өмір ғой. Иә, сол заттар былай махаббатымызды өшірмей жатыр да, главное, что былай как отқа май сепкен секілді былай өсіріп жатқандығы мені қуантады. Сол, сіздермен болған Орынхан. Айсәуле. Рахмет. Бізден болғандарыңызға рахмет. Қызықты болды біз үшін, сіздер үшін де қызықты болады деген үміттеміз. Махаббаттарыңыз өшпесін. Иә, өмірде махаббат таңдауда жаңылмаңыздар. Иә, сол. Бәріне сәттілік. Рахмет. Рахмет.